Бүгін мына Мадаленаның орнында біздің Шавкат болғанда, Ислам Шавкат ұта алатын беді. Мадалена емес, Шавкат чемпион болған кезде, Ислам мына 77-ге көтеріп чемпионмен төбелесем дейтін әңгіме айтатын беді. Әңгіменің қысқасы, Ислам Шавкаттан қорқама. Ассалаумағалейкум жігіттер, Ислам Махачев Мадаленаны ұтып, 2 салмақта чемпион атанды, ойлаңыздаршы. Бұл салмақ 77, бұл салмақта біздің Шавкат бауырымыз төбелеседі. Ойлаңыздаршы, Ислам болса Шавкаттардың салмағында чемпионды Мадаленаны ұтып алды. Ойлаңыздаршы, не деген сұмдық. Мына Ислам адам емес қой, мына жігітіңе монстр ғой мынау. Ислам мына жеңісінен кейін не деп отыр білесіздер ме? Ислам айтады: мына 77-де, яғни Шавкаттың салмағында менің күресіме төтеп бере алатын, менің күресіме қарсы тұра алатын, менің күресімді тоқтата алатын жауынгер жоқ деп отыр да. Ал керек болса. Енді Исламның мына сөзі біздің Шавкатқа тие ма, тимей ма? Әрине тиеді да. Неге тимейді? Неге тимеске? Шавкат осы салмақта төбелеседі. Осы салмақта төбелеседі. Ислам айтып отыр: мына 77-дегі жауынгерлер менің күресімді тоқтата алмайды деп отыр. Қалай тимейді? Арасында Шавкат та бар. Әрине тиеді да бұл әңгімесі. Сол. Енді мына әңгімеге қайта оралатын болғанбыз. Бүгінгі мына Ислам мен Мадалена жекпе-жегіне келейік. Келгенде ұры айтатын ештеңе жоқ. 5 раундтық жекпе-жек, 5 раунд бойы Ислам ештеңе жасатпады оған. Мадаленаға ештеңе жасатпады. Мен ойлағам былай болатын шығар деп, бұл жекпе-жек. Өткенде Хамзат пен Дрикустың жекпе-жегін көрген шығарсыңдар. Соған ұқсас жекпе-жек бола ма деп, арасында жаңағыдай қауіпті сәт болады. Ислам жеңеді деп ойладым, бірақ арасында жаңағыдай қауіпті сәттер болады деп ойлағам. Мына Хамзат пен Дрикустың жекпе-жегін қараңдар, арасында қауіпті сәттер болды ғой. Дрикус Хамзатты ұрып жіберген, құлатып алған моменттер болды ғой. Сондай моменттер болатын шығар деп қанша айтқанмен, мынау 77-де төбелесіп жүрген жігіт. Ислам енді ғана 77-ге шықты, кішкене салмақ қосты, мына салмаққа әлі бейімделмеген. Сондықтан жаңағындай Хамзат пен Дрикустың жекпе-жегіндей бір қауіпті сәттер болатын шығар. Бәрібір Ислам жеңеді деп ойлаған ғой, енді қауіпті сәттер болады деп арасында. Сөйтсем ештеңе болған жоқ. 5 раунд бойы Ислам шығады, ананы құлатады, шығады, құлатады, шығады, құлатады, шығады, құлатады, шығады, құлатады. Осылай 5 раунд бойы осылай болды ғой. Ана Мадалена жарықтығы. Анау аяғын өткен үстіне жатып алса, ештеңе жасаймайды ғой. Аяғын өтеді, аяғын астайды Ислам. Көтке отыра салады анау. Аяғын аста болады, көтке отыра салады ғой, айналайын. Мынау, одан кейін, 3-ші раундтан кейін, мына Мадаленаның түрін көрсеңдер, жылағысы келіп тұрған анау. 2-ші раундтан кейін сынды ғой мынау, үмітін үзді ғой мына. Мына жекпе-жекте жеңіске жетем деген үмітін үзді ғой. Бұл да 2-ші раундтан кейін мынандай ғана не болды ғой, мақсат болды ғой. Осы жекпе-жекте дасыр үшін ұтылып қалмай, мерзімнен бұрын ұтылып қалмай, соңына дейін шыдап берсем, сол мен үшін жеңіс дегендей оймен жүрді анау бар ғой. 3-ші раундтан кейін түрін қараңдар ананың. Түрін қараңдар, қазір шығарып қоямын мында. Жылағысы келіп тұрған анау. Көзіне от өшіп қалған. 1-ші раундта базар жоқ. 1-ші раундта да ештеңе жасатпайды Ислам, бірақ 1-ші раундтан кейін 2-ші раундта шығып келіп тұрған жаңа Мадаленна. Көзіне кішкене от болды. Әлі жеңем деген. Одан кейін 2-ші раундтан кейін ақ бұның несі үміт үзілді ғой. Мен ойлап қоямын да, Мадалена өз ойлаған шығар, болды қазір беріле салам деп. Беріле салам деп ойлаған шығар, қасындағыдар көндірген сияқты, айналайын, ұят болады, берілме. Осы Исламмен до конца жеңілсең де әйтеу дасыр үшін ұтылып қалмай, 5 раунд бойы до конца шыдап шықшы деген сияқты қасындағыдар. Өйткені ана Мадаленаның түрін қараңдар. Мынау бір төбелескісі келіп тұрған адамның түріне ұқсамайды мынау. Одан кейін мына айтамын, мына Мадаленаға қарағанда, оның бар ғой 77-дің чемпион, ойлаңыздаршы, 77-те небір қасқырлар бар. Біздің Шавкат бар. Одан бөлек небір қасқырлар бар да, сол салмақта қалай чемпион болып жүр мынау. Мынаған қарағанда. Мына 70-тің жігіттері мықты екені, Исламмен төбелескен. Енді Исламнан ұтылып қалды. Бірақ сонда да мынаған қарағанда әдемі төбелесіп тастады да. Мысалы мына Пюре мен Волконовскийді айтам. Екеуі де ұтылып қалды енді Исламнан. Бірақ бұл екеуі. Мына Мадаленаға қарағанда әлдеқайда Мадаленаға қарағанда кәдімгідей әдемі төбелесті да бұлар.
кәдімгідей әдемі жанталасып жүріп төбелесті. Ислам әрең алды бұл екеуінің әкесінің ауызы. Мына екеуін айтамын да, мына екеуі. Мына Маддаленадан кішкентай, Исламнан да кішкентай. Бірақ Ислам бұларды жеңу үшін қалай қалай жаңағы әрең жеңді да. Мына бірінші жекпе-жегін қараңдар, Волкановскийдің. Сол бірінші жекпе-жек бар ғой. Волкановскийді беріп жүрсе де болады деді ана жекпе-жек. Қайта екінші жекпе-жекте Волкановскийді теуіп, ұйықтатып, нүктесін қойды ғой соның. Әйтпесе ана бірінші жекпе-жек Волкановскийдің айта алмаймын анау. Одан енді Пюремен болған жекпе-жек. Пюре енді ұтылып қалды енді. Бірақ Пюренің көрдіңдер ғой, қалай қарсыласты Исламның күресіне. Қалай қарсыласты? Пюре, мына 70 жігіттері, мықты екен, қасқыр екен мына 70 жігіттері. Мына чемпионнан. Мен ойлап қалдым әкесінің аузы. Там жасай алған жоқ қой. Солай болды енді. Айтайын десем айтатын ештеңе жоқ. Өздерің көріңдер. Шығады құлатады. Тік тұрып та ештеңе жасай алмады ғой енді. Тік тұрып, жаңағы әрбір раунд басталған кезде тік тұрғызып басталады ғой енді. Әрбір раунд стойкада басталады. Сол кезде тәуекел жасасаң болады ғой. Айналайын Мадалена, ұтылып атсың ақыры. Батырлатып ұрмадың ба бір? Базар жоқ сен, бар ғой. Сол. Енді Ислам жаңа әңгімесіне оралайық, айтып отыр ғой. Мына 77-те мен күресім тоқтатады жауынгерлер жоқ деп отыр ғой. Осы әңгімесіне оралайық. Мына жекпе-жектен кейін біздің Шавкат Исламға айтып отыр енді. Осылай деп отыр, сөзін шығарып қояйын. Исламды құттықтап, бүйтіп отыр да. Төбелескен кезде, мықты жігітпен төбелескен кезде менімен төбелесе отыр ғой енді, әңгімесін қараңдар енді. Әңгімесінің Шавкаттың сөзін қараңдар енді. Менімен төбелесе отыр ғой Исламға. Ислам қалай ойлайсыңдар, мына Шавкатпен төбелесу мүмкін бе? Шавкатпен төбелеспейді ал бұл Ислам. Ислам өзі айтқан болатын алдында. Маддаленадан кейін Усманмен төбелесем деп. Усманды білесіңдер ғой, айналайын. Қартайып қалды ғой ол. Бұрынғыдай емес қой. Сөйтіп жатыр. Енді Исламның алдында 3 жігіт тұр ғой. Біреуі өзі айтқан Усман, одан кейін мына жаңа Топурия, одан кейін біздің Шавкат. Осы үшеуін біреумен төбелессе деп ойлаймын енді. Осы үшеуін біреумен емес, жаңағы Усман керек жоқ. Топурия немесе біздің Шавкатпен төбелессе ғой, әдем болатын еді. Бұлай болса, Ислам Шавкатпен төбелесуге келісіп, сөйтіп бұлардың жекпе-жегін Қазақстанда өткізсе. Әдем болады деді. Қазақстанда өткізіп, Алматыда немесе Астанада басы жекпе-жек, Шавкат тұрып, Ислам бір теуіп ұйықтап тастаса. Ана жерде бар ғой, шулайтын едіге. Сол жігіттер. Ислам базар жоқ, мықты екені. Енді Ислам Усманды ұтатын болса, Усманмен Хамзатта төбелесті. Онда Хамзатпен төбелесіп қалуы мүмкін да Ислам. Қызық болатын еді. Сол жігіттер әдемі жекпе-жек болды. Мен каналыма жазылыңыздар. Сау болыңдар. Жігіттер дағы бірден айта салайын, тыңдаңдар. Бүгін мына Маддаленаның орнында біздің Шавкат болғанда Ислам Шавкатты ұта алатын беді. Сол жайлы өз ойларыңызды жаза кетіңіздерші. Маддаленаның орнында біздің Шавкат бауырымыз болса, Шавкат Ислам жеңіп алатын беді. Негізі басында бұлай болды да. Мына Маддаленадан бұрын чемпион жекпе-жекте Белал Мұхаммед болған болатын. Сол Белал Мұхаммедпен біздің Шавкат төбелесу керек болатын. Бірақ Шавкат жарақат алып, Шавкаттың орнына мына Маддалена шығып, Белалды ұтып алып чемпион болған болатын. Көрдіңдер ме? Егер сол кезде Шавкат жарақат алмай, Белалмен төбелесіп, Белалды ұтып алып чемпион болғанда, Ислам Шавкатпен төбелесуге ұсыныс тастар ма еді? Әңгіменің қысқасы, Ислам Шавкаттан қорқа ма? Сол әңгіме. Маддалена емес, Шавкат чемпион болған кезде Ислам мына 77-ге көтеріп чемпионмен төбелесем дейтін әңгіме айтатын берді. Сол жайлы өз ойларын жаза кетіңдер. Одан тағы не айтайын деп едім. Енді жаңа айтып отырмын ғой, Ислам Шавкаттан қорқа ма деп. Оны мынадан білеміз де алдағы уақытта. Егер Ислам Шавкатпен төбелесуге келісетін болса, онда жаңағы енді ел арасында әңгіме бар да, Ислам Шавкаттан қорқады анау мынау дейтін. Сол әңгіме өтірік әңгіме да. Егер Шавкаттан басқа ешкім қалмай қалатын болса, жаңағыдай лайықты қарсылас,
шалдар, Шавкат қана, қалғандарының бәрі шалдар болса. Сөйтіп ислам Шавкатпен төбелеспей, Осман деген шалдармен төбелесіп кетсе, онда ислам кішкене Шавкаттан қорқады деуге болады да. Егер Шавкат одан қалғандары шалдар болса, ислам үшін Шавкатмен төбелесесің, болмаса мына Осман сияқты шалдармен төбелесесің деген ұсыныс келіп тұрып, ислам жеңіл жол таңдамай біздің Шавкатпен төбелесуге келісетін болса, онда ислам батыр болады да. Мына Шавкаттан қорқады деген әңгіме өтірік әңгіме. Содан кейін бір әңгіме бар да. Мына ислам Шавкат, Шавкат емес, ислам Хабибтен озды ма? Сол жайлы өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Басында былай болды да, Хабиб жеңіліп көрмеген. Исламның бір минусы бар да, ол басына жеңіліп қалған болатын да. Оны ислам қалай жапты? 2 салмақта чемпион болып жапты да. Енді ислам мен Хабиб менің ойымша теңескен сияқты. Оған келісесіздер ме? Сол жігіттер, каналға жазылыңдар.